Ассалаумағалейкум ағайындылар. Бүгін тағы бір тақырып бастайық. Жаңа бізде получается корпорацияның мысалға табиғатын зерттеп жатырмыз да, қандай ол бізге кәсіпкерлерге қандай пайда алып келеді. Жалпы айтқанда корпорация қалай жұмыс істейді. Вот. Вот сол корпорацияларды мысалға соны бөлдік мысалға. Э, Корпоративтік басқару механизмі, бонусный акция, вот, тегін инвестиция и және печатный ақша печатайтын станок дейік. Осы төрт терминология ғой. Соны тақырыптарға мысалға қайталай береміз. Негізгі мақсат біздікі зат сату ғой негізінде. Вот. Енді вот соның ішіне нені алайық? Корпоративный механизм. Егер қателеспесем, Гуглда мен бір ретте корпоративный управление механизма деп шықты. То есть қазақша корпоративтік басқару механизмі деп шықты. Вот именно осы басқа терминдерді біз өзіміз ойдан құрастырып салып жатырмыз да, чтобы бизнестерге мысалы тегін инвестиция, бонусный акция деген сияқты. Хотя бұның бәрі бар, просто өзгертіп жатырмыз да. Мысалы акция деген бар, оны біз бонусный акция деп айтып жатырмыз, потому что ол біз акционерный обществоға жатпаймыз, сондықтан оны акция деп айтып жатырмыз. Бонусный акция деп айтып жатырмыз. Сондықтан корпоративтік механизмді алайық, и корпорациялардың жүйесіне мысалы қалай олар сол корпоративный механизмді практикада мысалға салып, содан бір пайда көріп жатыр. Мне кажется, ол даже бар ғой, несложный процесс сияқты. Ол корпоративный механизмге көбінесе қатысатындар уже бір действующий кәсіпкерлер, лидирующий положениеде отырған кәсіпкерлер. Вот мысалға Қытайдың портынан корабльдер шығады, қаншама контейнерлер қосылып, соны басқарып отқан мысалға корпорациялар болады, мысалы логистический. Сол корабльдер неге барады? Европаға, Америкаға барады. Бірақ қарап отырсаңдар, контейнерлердің компаниялары разный. Вот. То есть бір компания, Қытайдағы отырған цех, фабрика, заводтар, олар түсінді. Жалғыз мен үлкен корабльді жалдай алмаймын. Логично ғой. Бұл жерде логикамен подсознание жұмыс істеп кетеді да, бір инстинкт болады сразу. Логично ойланады да адам. Логично. Адам жынданып кеткен жоқ мысалға. Бір корабльді жалдап, сол корабльмен жалғыз неге барам деп, Европаға барып, өзім кроссовкаларымды өткізем деп. Ол емес. Қытайда Қытай, Южный Кореяда үлкен қалалар бар, промзоналар. Цех, завод, фабрикалар. И олар корабльдің примерно түсініп отырсыз ғой, ширина, длина, қандай мощный корабльдер кетіп жатыр Европаға. Вот сол бәрі завод, фабрикалар бірігіп, әркім өзінің контейнерлерін салып, бәрі бірігіп, бір логистический компания болып, и барады да, соны барып, неге барады? Европаға барады, заттарды апарады. Европа, Америка сияқты елдерге апарады. Вот. Далеко бармай қояйық, корпоративный механизм мысалға бізде мысалы барахолкада кезінде интернет келмей тұрғанда Озон бұрында мысалға бір КамАЗ или бір дальнобойщик жалдайды, оған бір бутикте отқан мысалы кроссовка сататын, тапочки сататын, игрушки, әркім өзіне жалдайды. Кто сколько может, мысалы товарчы, соны мысалы Қытайдан алып келеді мысалға. Бірігіп алып келеді. Ұзын мысалы. Мен мысалы кішкентай ларекпін, маған бір огромный оборот керек жоқ, бір КамАЗ жалдайтындай. Маған өзіме
сәйкес бір оборот керек, өзім ларегім кішкентай, вот сондай заказ жасаймын. Сөйтіп бірігіп корпоративтік басқару механизмі солай жұмыс істеген кезінде. Огромное количество заказдар жасайды, соны алып келеді. Енді қазір интернеттің заманы келді, енді может ол, қазір де солай жұмыс істейді негізінде. Вот. Интернет келген соң Озон, жаңағы Валбрес шамалы бәрі жеңілдеді ғой мысалы. Вот. Қазір енді басқаша деп айтуға болады. Вот. Енді біздің случайда айтайық, мысалы корпоративтік басқару механизмі. Ол мысалға басқа системада, басқа жүйеде бар нәрселерден бақылап алсақ мысалға. Вот шетелде мысалға биржевая акциялар, биржада отқан акциялар, крупный ТНК-лар, ТНК, транснациональный корпорациялар бірігіп, завод соғып, басқа елдерге өздерінің заттарын өткізу. Негізгі мақсат әр адамның өзінің заттарын просто өткізу болды. Вот то же самое бізде то же самое болады. Әр адамның уже как подсознаниесі бар ғой. Я, хорошо. Біз мысалға сообществоларда бірігу керекпіз. Мысалға бірігіп, мысалға әр кәсіпкер арамыздан шығу керек. Шығып, мысалға айтса, жігіттер, мен мысалға неге шықтым? Магазиндерге шықтым. Менде прайс-лист бар мынандай. Вот группаға шығып, мысалға басқа кәсіпкерлер тартып, басқа кәсіпкерлерде не бар мысалға? Мед, чай, сахар и так далее. Соны общий прайс-листке қосады. Действие болып отыр да уже. Әрекет та, іс-әрекет. Бір кәсіпкер корпоративтік басқару механизміне мысалға не істейді? Бір прайс-лист құрады, оған пәленше кәсіпкерлер біріктіреді сол прайс-листке. Өзінің қаласында, қай қалада жүр, сол қалада. Сосын барады да, соны барып магазиндерге барып көрсетеді. Магазиндерге көрсетеді, товарларды көрсетеді. Бізде осындай товарлар бар. Вот соның примерно 3 направлениесі болады. Бірінші, кәсіпкер басқаларды реклама істеп кете алады. То же самое, сол кәсіпкер басқа магазинде жүріп, соны реклама істей алады. Вот телефондар бар. Әркім өзінің товарын барып тек қана апару. Вот екінші вариант, дистрибьюторлермен келісіп, товарды өткізу. Үшінші вариант, бірігіп, бүкіл кәсіпкерлер. Онда газель жалданыңдар. Онда зарплата төлеңдер. Онда өздерің дистрибьютор болыңдар. Магазиндерге барып, общий, склад болсын, әркім өзіне там, біреу 10 квадрат, біреу 100 квадрат, біреу 50 квадрат. Общий бір жерде склад болу керек. Сол складта бәрі өзінің товарларын жинайды. Вот сол газель бірден жиып алады заттарды и магазиндерге барып таратады. Үшінші вариант. Вот сондай корпоративный басқару механизмі. Енді әр кәсіпкер ойланады. Мен магазиндермен, пәленше магазиндермен договорға отырсам, өзім қаламда, басқа қалаларда договорға отырсам. И ол договорға, мысалға, мен жалғыз отырмаймын ғой договорға. То есть, қанша магазинмен договориться болады. Может быть, мен договорился 10 магазинмен. А менің партнерым, прайс-листегі партнерым, мысалы, мед сататын. Может, он договорился 100 магазинмен. Вот соның арқасында менде могу 100 магазинмен договориться. Вот. Потому что 100 магазинмен, если мед договорился, менде заттарым алып атса одновременно, мысалы, печеньелерімді. Мен ол уже, считай, не 10 магазинмен договорился, а уже 100 магазинмен договорился. Менің партнерым только договорился 100 магазинмен, а мен тек қана 10 магазинмен мог договориться. Вот, мен печенье өткізіп жүрмін. Вот, сонда мен партнер арқылы
мен печеньелерім өтіп жатса, мен согласен оларға бонусы давать. Вот бонусный акция береміз ол тәтелерге. То есть әркім жұмыс істейді. Мед, колбаса, шашлык, там, ой, там, самса, мамса, у кого что есть, ше. Әркім как қалаға былай шашылып, жайылып бәріміз шықсақ, и магазиндермен договорға отырсақ, мысалға, договариваться, мынандай заттарымыз бар деп, прайс лист тастап, бір атака жасасақ, мысалы, ше. Сонда огромный количество, өздерің ойлаңдаршы, қаншама масқара бізде Қазақстанда магазиндер бар. Давайте алысқа бармай қояйық, осы Алматының өзінде қаншама магазин бар. Бешеный ақшаларды қаншама базарлар бар. Базарда отыратын адамдар. Қаншама торговый центрлер бар. Ішінде ларектар бар, торговый магазиндер бар. Интернет магазин бар. Бешеный ақшалар жатыр да. Вот соларға, мысалға, бәріміз организованно шықсақ, жаңа корпоративтік басқару механизмі. Енді былай ойланады да, вот крупный бір движение басталады ғой, бір движение басталады да, и әр кәсіпкер былай ойланады. Мен бір кішкентай бір винтикпін да, бір огромный корпоративтік басқару механизмде бір кішкентай болт деп айтайыншы. Бір болт. Сол болттан тек қана бір винтикпін. Сол механизм, корпоративный басқару механизмі қатты қимылдаса обороты, мен содан тек қана бір пайда көрем деп ойлайды. Вот өздерің ойлаңдар, сіздер кәсіпкерлер бонус беріп жатсыңдар. Былай жайып беріп жатсыңдар да, жаңа кімдерге, магазиндерге. Ну, кто, ол конкретно айтпаймыз, по возможности беріп жатсыңдар. Там біреу от души 10% беріп жатыр, товарлар жақсы өтіп жатыр. Біреуде может аз беріп жатыр, там 5% беріп жатыр ма. Біреулер может 1% беріп жатыр ма. Добровольно болып саналады да. Но қараңдар, қызық жері былай болайын деп тұр. Қызық жері былай болады. Шоттарына жиналған ақшаға оларға неге шақырсақ, жігіттер, там, тәтелер, мынандай магазин салып отырмыз, торговый центр салып отырмыз. Вот сол торговый центрлерге сіздердің бонустарын салынады. Сол магазиннен сендер 90% көресіңдер, мен сол продажадан 10% көрем. Бір жағынан бізге неге торговый магазиндер соғу керек? Потому что сіздердің товарларыңыз расширять істеу керек. Бұл жолы сіздер уже магазиндерге барып жалынбайсыңдар, бонус берем или бір нәрсе. Бұл жерде законным основание уже, мысалы, магазин соқсандар бонустарға, там торговый центрлер, торговый домаларын соқсандар, уже витринаға без всяких проблем қоясыңдар да, и сол заттарды сатасыңдар. И бізде хороший процесс болайын деп тұр. Кім сіздерге қазір Алматыда 500 квадрат мысалға где-нибудь тастак или самалда соғып береді? 500 квадратын айналайындар 500 миллиондай ақша керек. Оның ішін реставрация, там, полка салу, ішін әктеу, там, левказ, реклама саласындар, не істейсіңдер? 500 миллион емес, уже бір жоқ дегенде 600-700 миллион ақша керек. Вот сондықтан логично ойлану керек та. Өз-өздерінен, мысалы, кейбіреулер секіріп кетеді ғой. Вот логично ойлану керек. А почему я должен садақа давать? Я что, обязан, что ли? Бұл өмірде, жігіттер, никто никому ничего не обязан. Бұл өмірде живешь, айналайын, живешь только для себя. Өз үшін өмір сүр. Сені былай тасқылап, там, тармалап, ешкім тартпайды. Бұл өмірде ешкім, только там бір жақын туысқандарың, бір жаны ашитын бауырлар болып жатса, а так ешкімге уақыты жоқ. Когда біреу бір нәрсені айтып жатады, а почему я должен это? Не хочешь, все, давай, до свидания. Болды. Ешкім уақыты жоқ, бәрі өзінің темасында жүр. Сондықтан сіздер бонусты не давайте как одолжение. Бонусы это от души. Вот, потому что қазіргі заманда
конкурентті способный болу үшін, бәсекелесті болу үшін әркім бонустар беріп жатыр. Сізде де, конечно, бонус беріп, оны былай есептеңдер. Мен атынан садақа болсын. Садақа деген ол там 10 есе, 700 есе көбейеді ғой. Вот сол сияқты садақа берсеңдер, ол получится былай. Сен беріп отқан садақаларын ертең өздеріне қайтып келеді. Сіздер берген садақа өздеріңізге қайтып келеді. Вот солай ойлану керек. А сіз ойланасыз, мен беріп отқан бонустарым есеп ойланасыздар. Ана жерде бір 600 миллион теңгеге 500 квадрат бір жерде самалды или тастакта магазин соғу. Какой дурак маған ондай ақшаны береді? 600-700 миллион ақшаны. Вот өздерің ойландыршы. Кто? Какой банк? Мысалы ше, кім келіп береді сендерге сол ақшаны? Никто сіздерге ақшаны бермейді просто так. Вот. А здесь получается тегін инвестицияда 600 миллион теңгеге сіз магазин построили. И сол обороттан өзіңіз акционер сатушылармен бөліссеңдер, и үстіне 10% көрсеңдер, сіздерге былай жетеді. Как хочешь, так и считай, жетеді. То есть масштабный адамдарға айтып жатырмын да мен. Енді әркім ойланады. Реально дейді. Действительно. Мен мынандай огромный бір механизмде бір кішкентай болт, бір винтик болам. И сол моментте мен мақсатым тек қана өзім заттарым сату. Не сатып отсыңдар? Там печенье, колбаса, косметика. Мен производитель. Мен мақсатым тек қана сату. Сатсам мен заттарым өтсе, мен бонус беріп, и бонустың арқасында магазинді соғып алам. И управляющий болам сол магазинде. Управляйтып отырады ол адам. Вот. Сонда бұл жерде бір қызық момент болайын деп тұр да. Мысалы, машинадан алайық. Мен мысалы машинам бар ғой. Вот сіздерге мысалға мынандай бір ой келеді, бір завод соғу машинам. Вот ол жерде тоже корпоративтік басқару механизмі жұмыс істеген. Бір машинаны завод соғу үшін көп деген конструкторлар, көп деген кәсіпкерлер қосылады. Вот. Бір кәсіпкер, оның бұрыннан келе жатқан фирмасы амортизациясымен айналысады, машинаның амортизациясы. Біреу тек қана коробкамен жұмыс істейтін компания. Біреу мотормен жұмыс істейтін компания. Вот. Біреу там электричество жағынан жұмыс істейтін компания. Вот сол сияқты машинада большой схема бар. Пәленше кәсіпкерлер бірігеді, әркім өзінің фирмасын прайс-листке салады. Сосын бәрі бірігіп бір машина құрастырады. Сосын барып сол машинаны сатады. Жалпы айтып отқанымыз корпоративтік басқару механизмі, компаниялар бірігіп, әр компания немен айналысады, сол затты қояды, бірақ бірігіп машина шығарады. И осы жерде алайық мысалға, машинаның ішінен сіз бірақ болып қойыңызшы, бірақ болт. Ваша задача не имеет значения. Бір амортизаторда ма, или машинаның бір жағында бірақ болсаңыз, вам какая разница? Сізге сол машина қимылдаса болды ғой, жүрсе болды ғой. Жүріп, таксау айтып, ақша алып келсе болды. Просто тұрмай ше. И сол машина қозғалса, сіздер ертең бәрлерін ақша табасыңдар. И әркім сөйтіп ойланады да, мен бір кішкентай винтик болсам, огромный системада, біріккен системада, оны ТНК дейді, корпоративтік басқару механизмі дейді, корпорациялардың бәрі бірігіп, бір қозғалыс жасайды, үлкен бір толқын жасайды, волна жасайды да. И сол толқын болған кезде әркім өзіне пайда алып келеді. Бір ойланады ғой, представляете, айына бір торговый центрден соғып атса, 50 мың квадраттан, айма сайын, жылына 12 мың. Давай былай айтайық, бір айда 5 торговый апорт соғып атса,
или 10 апорт соғып жатса бір айда. Там Қызылорда, Чимкент, Астана, Оренбург, Саратов там кетті. Бір айда 10 апорт соғыңдаршы. Бір жылда 120 торговый центр соғылсын. 120 апорт соғылсын. И мен соның ішіне магазиндер соғамын деп ше. Сонда әр дистрибьютор, оптовик өндіруші ойланады. Мен кішкентай болтпын, кішкентай винтикпін да, огромный корпоративтік басқару механизмде. И мен тек қана сол жерде бірақ мақсатым болады. Мен өзім как дистрибьютор тек қана заттарды сатып, заттарға 20% қосам, магазиндерге өткізем, и бонус беріп счеттарына сала берем. И оларды как сатушы акционер крупный корпоративтік басқару механизмі болған кезде, вот корпоративтік механизм болады ғой, соған шақыру басқа кәсіпкерлерді, сатушы акционерлерді, өндірушілер, оптовиктер, дистрибьюторлар тек қана солай ойланады. Мен бонус берем, огромный количество магазиндермен договорға отырам, сосын барып оларды корпоративтік механизм қозғалысқа шақырам. Строительство, мысалға, торговый дома, апорт сияқты. А енді ойланайық, бізде Қазақстан бойынша қаншама магазиндер бар. Мынау жер үйлердің ортасында, этаж үйлердің ортасында. Қаншама торговый центр, базарлар бар. Алматы, Қызылорда, Чимкент, Астана. А вы представляете, Россияда қаншама магазиндер бар. Өзбекстанда қаншама магазиндер бар. Бүкіл Средняя Азия, Кавказ, Африка, Европа, Америка. Вот сондай нарықтарға шығу үшін біз неяқта бәріміз бірігіп корпоративтік басқару механизм қозғалу керек та. Егер ол қозғалса, корпоративтік басқару механизм қозғалса тек қана, кішкентай хотя бы 100 квадрат, 200 квадрат, 500 квадрат магазиндер бонусқа соқсандар, бұл машина қозғалып кетсе, оны тоқтату қиын болады. Потому что сіздер ойланыңдар, Қазақстан бойынша крупный промышленниктер бар, крупный бизнесмендер бар. Олар қосылып кетеді. Сосын барып, ол системаға российский бизнесмендер қосылса, но Орта Азиядағы Өзбекстан, Қырғызстан кәсіпкерлер біріксе, Дубайдағы, Америкадағы, басқа дүние жүзіндегі кәсіпкерлер біріксе ол системаға, ол значит сіздің жұмысыңыз жүріп кетеді деген сөз. Олардың да жұмысы жүріп кетеді, сіздердің де жұмысы жүріп кетеді. Вот вам реальный Валбрис, Озон. Қазір мысалы неше түрлі площадкалар құрылып жатыр, алаңдар құрылып жатыр да, торговый ярмаркалар жасалынады, кездесу болады. Вот соны барып шетелге өткізу саясат и так далее болып жатыр. Или электронный алаңдар соғылып жатыр. Вот, или басты қатырмай, сол Валбрис пен Озоннақ бар шетелге зат сату. Но всегда но болады. Бизнесте всегда бір түсу болады, подъем болады и так далее мысалға. А бізде де сондай болатын шығар негізінде, Аллахтың қалауы бойынша. Түсесіңдер, құлайсыңдар. Но бұл деген бір аяқта бір Валбристе ар жағында отырған болады ғой, арзан болып, мысалы, бір алады, екі алады, как электронный одноразовый клиент. Бұл жерде законным основании реклама жасамай, таргет жасамай, ештеңе керек жоқ. Просто магазин соғу керек. Просто витринаға товарды қою керек и сату керек. Вот реальный бизнес. Не обязательно сол там большой бешеный деньги қалып рекламаға или бір нәрсе жасай берудің қажет жоқ. Реальный бизнес деген ол когда у тебя есть магазин, магазинде есть витрина, витринаға товарды қоясың и сатасың. Без всяких рекламы. И ол торговый центрлерге там сен қуыста отқан жоқсың ғой бір жерде сатып.
Ол торговый центрге бүкіл Алматы келеді, бүкіл қала келеді. Вот сондай проекттер жасау керек жігіттер. Каждый сөйтіп ойлану керек. Мен общепитпін. Егер бір жерде қуыста отырып общепит ашқанша, мне выгодно мысалға апортта бүкіл Алматы келетін система бар жерде общепит ашу. Или там парикмахерский, или и так далее темалар ше, мысалы. Вот бүкіл Алматы маған келетіндей жерге магазин соғу керек қой. А ол үшін бәрі бірігу керек. Вот осылай сөйлей берем. Вот жігіттер, осы ғой мен айтып отқаным. Басқа кәсіпкерлердің жұмысы жүріп кетсе, сіздердің де жұмыс жүріп кетеді. Бұл жерде кәсіпкерлер тартыла беру керек. Тартыла беру керек, тартыла беру керек. Ол мысалға, сіз мысалға біреуіңіз бастап магазиндерге схема жасауыңыз керексіңдер. Магазиндерге баруың керексіңдер. Бір-бірінің прайс-лист, бір общий прайс-лист тастап кетуің керексіңдер магазинге. Сол прайс-листті магазиншілер көру керек, сол затты. Сол затты сату керек олар. Вот. Сол заттарды сату керек. Займа обмен болу керек. Бір-бірін түсіну керексіңдер. Сол заттарды сатып. Сосын бір тақырыптарды жүргіземіз, тағы да басқа роликтерде. Кейде магазиндермен обрыв болады из-за там мысалы магазинде мысалға бір-бірін түсінбейтін жағдайлар болады, там отчет жағынан мысалға там дұрыс болмай қалады, или сөз табыса алмай қалады. Вот сондай постоянно обрыв болады. Вот сондай кезде қоғамдық алаңда не істейміз? Сол кезде кәсіпкерлер бір-бірін орын ауыстырып заттарын сата алады. Мысалы бір адам етін сатып отқан адам бір магазиннен жоғалтып алса, қоғамдық алаңда болса, ол мысалға басқа жерде, мысалы басқа магазинге барып сата алады. То есть мысалға бір кәсіпкер мынау магазинмен айтайық ұрысып қалды. Мынау кәсіпкер анау магазинмен ұрысып қалды. Просто мынау кәсіпкер барады, мынау магазинге сатады, а мынау кәсіпкер мынау магазинге сатады. Вот пайдасы сол болады да бір жағынан. То есть как синдикат болады да, система, мафия. Вот бір магазиннен айырылып қалдың ба, ничего страшного. Қоғамдық алаңда магазиндер көп болады. Вот басқа ертең происшествие болып жатса бір жерде, сіздер отырасыңдар да сол магазинге барып, басқа магазинге барып өткізесіңдер. Или риэлтор емес, представительдердің аттарын өзгертуге болады. Басқа представитель келеді. Басқа, возможно, жаңа компанияның атынан келеді. Может, сіздің етіңізді өткізеді басқа компаниядан. Ол жерде неше түрлі жаңа системалар жасау болады. Жаңа ойнауға болады да магазиндермен. Вот. Пока біз бүгін мысалға бір нәрсені айтып отырмын. Бүгінгі тақырып ол корпоративтік басқару механизмі. Корпоративтік басқару механизмі сол алысқа кетпей қойып, жалпы айтқанда бастаңдар жігіттер. Бір прайс-лист жасаңдар. Вот. Басқа кәсіпкерлер прайс-листке шақырыңдар. Сол заттар схема жасаңдар. Магазиндерге барып таратыңдар, қорықпай. Бір магазин, екі магазин. Вот. Басқа кәсіпкерлер, сіз сияқты кәсіпкерлер тоже сол прайс-листпен басқа магазиндерге барып таратсын, көрсін, сөйлессін. Сосын ұнайтын өзіне магазиншілер болып жатса, жәйменде бонус берсін. Вот. Енді бұл жерде басқа өндірушілер ырым-жырым там бонустар просто так беріп жатыр ғой кәсіпкерге. Ол бонус бітті, кетті деген ғой. Қолына ұстаса жоқ қой ол бонус. Бұл жерде бонустарды қолына ұстатқызбай, а ол сатушыларға счет ашып, сол счетқа жинау керек сол бонусты. Әр кәсіпкер өзінің счетін ашады ғой, жаңа магазиншіге. Сосын барып, сол счетта бонусқа лучше магазин соғыңдар. Самый лучший вариант. Вот. Осы бүгінше осы онда жігіттер. Бүгінгі тақырып корпоративтік басқару механизмі.